Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қысқа көкшөптерді қалай сақтауға болатын жайлы видеомен бөліспекпін. Ол үшін ең алдымен көкшөптерімізді жақсылап 2-3 қайтара жуатын боламыз. Бір түн алды жууға кеңес беремін, ертесінде бәрі жақсылап сорғып, әдемі болып тұрады. Көкшөптеріміз сорғыды, ең алдымен ақжелкенді, яғни петрушканы қатыратын боламыз. Осылай өзегінен кесіп алып, жапырақтарын ұсақтап турайтын боламын. Өзектерінде қатырып алсаңыздар болады. Қыста сорпаларда өте жақсы әдемі дәм беретін болады. Ақжелкенді осылай арнайы пакетиктарға салып, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай пакетиктер пайдалансаңыздар болады. Ауасын осылай қысып, шығарып, аузын бекітіп қоямыз. Қалғандарында дәл видеодағыдай қатырамыз. Ендігі кезекте сельдерейді қатыратын боламыз. Өзегін осылай жапырақтарынан бөліп аламыз. Жапырағында өзегінде міндетті түрде қатыратын боламыз. Сельдерейді көбіне лагмандарға, сондай әдемі ерекше дәм беретін тамақтарға пайдалансаңыздар керемет болады. Өзектерінде осылай ұсақтап тураймыз. Мен бұл сельдерейді көбіне сыру лагман, сыру ганфанға пайдаланамын. Өзегін осылай бөлек пакетикте қатырамыз. Артық ауасын осындай трубочкамен сорып шығарып тастасаңыздар болады. Жапырақтарында бөлек осылай пакетикке саламыз. Ауасын мен осылай қысып шығарып аламын. Ендігі кезекте аскөкті кептіретін боламыз және де қатыратын боламыз. Ең алдымен аскөгімізді осылай ұсақтап турап аламыз. Менде арнайы микроволновканың ыдысы, сода 2,5 минут ұстап осылай кептіріп алдым. Өте оңай және тез. Мен осылай қысқа 3 банкаға қатырып аламын. Осылай кепкен күйінде пайдалануға кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Ерекше әдемі аромат дейміз ғой, сондай дәм береді тамақтарыңызға. Мен осылай қысқа көптеп 2-3 банка қылып қатырып қоямын. Және қыста сорпаларға, тамақтарға, шұжықтарға да пайдалана беремін. Қалған бөлігін осылай қатыратын боламыз. Оны да осылай ұсақтап турап алдық. Пакетиктарымызға салып, артық ауасын басып, осылай шығарып, жауып тастаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қатырсаңыздар болады. Мынау шпинатты мен өзегінен жапырақтарын бөліп алып, жақсылап 2-3 қайтара жудым. Оны да осылай ауасын шығарып, жауып қоямыз. Дайындап көруге кеңес беремін. Қыста бұлардың бағасы өте қымбат болып кетеді. Кей жерлерде бұлар табылмайды. Сол себептен осылай арзан кезінде алып, қатырып қоюға кеңес беремін.